Әке асқартау, ана мөлдір бұлақ. Бала өсіп тұрған құрақ деп атам қазақ ұрпақ сабақтастығын осылай бағалаған. Адам баласы Алла тағала жаратылысының ішіндегі ең ұлысы. Олай болса, осы адамзат ұрпағын Хақ тағала атана дәнекерлігімен көбейткен. Кез келген адам үшін дүниедегі ең қымбат жандар ол туған ата-анасы. Тірі болса алақанына салып құрметтеу, дүниеден озса артынан Құран бағыштау кез келген ұрпақтың парызы. Міне, осы мақсатта бүгін Отаралы әулетінің Сәду мен Болсынайдан тараған ұрпақтары ата-анасына арнап Құран бағыштап дастархан жайып отыр. Отаралы ұлы Сәду 1932 жылдың 17 тамызында дүниеге Индер ауданында келсе, анамыз Құмар қызы Болсынай 1932 жылдың 21 наурызында Индер ауданында дүниеге келген екен. Әкеміз Отаралы атамыз бен Ағила әжемізден тараған бірге туған бауырлары апасы Дәмеш пен ағасы Рахмет отбасында тату болып, бір-біріне қамқор болып өсуі, бүгінгі күні олардан тараған ұрпақтардың бір үйдің баласындай араласып өмір сүруі осының белгісі. Анамыз Құмар атамыз бен Аққала әжемізден Қайрекен апасы мен Мария, Нәсіп, Ақсұлу, Ендіғой атты артынан ерген сіңлілерімен бір ұяда өсіп, тәрбиеленіп, олардан тараған ұрпақтармен де аралас құралас, тату тәтті қарым қатынастамыз. Әкеміз анамызбен 1951 жылы шаңырақ құрып, дүниеге 2 ұл, 7 қыз, 9 ұрпақты дүниеге келіп, тәрбие беріп, ұлын ұяға қондырған, қыздарын қияға ұшырған ардақты атана. Кез келген атананың арманы ұрпағының өмірден өз орындарын тауып, жақсы мамандық иесі болып, отбасын құрып, үйлі баранды, бақытты болғанын қалайтыны анық. Әкеміз бен анамыздан тараған 9 ұрпақ және олардан тараған немере жиендер Аллаға шүкір бүгінде өз орындарын тауып, шаңырақ көтеріп, ұрпақ тәрбиелеп отырған ата-әже, ата-ана. Балаларының өмірден өз орындарын тауып, аяқтарына нық тұруына әкеміз бен анамыз ерінбей еңбек етті. Әкеміз жастайынан еңбекке араласып, экскаватор айдауды меңгеріп, кірпіш заводының басшысы қызметіне дейін адал еңбегінің арқасында көтеріліп, ерінбей еңбек етті. Ел сыйлаған азамат атанды. Анамыз да кірпіш заводында зейнеткерлікке шыққанша адал еңбек етті. Қызметінің ауырлығына қарамастан еңбек етіп, ұрпақ тәрбиеледі. Әсіресе әлі есімізде, қыста күн қатты аяз, жұмыста жүріп, үзілісте келіп үйдің отын жағып қояды. Біз тоңып келгенде үй іші жып-жылы болып тұрушы еді. Өмірлерінде қандай қилы заман болса да, біз таршылық, жоқшылықты көрмей өстік. Ол әрине ата-анамыздың аяусыз, тынымсыз еңбегінің және де ұрпағын шексіз сүюінің арқасы деп білеміз. Еңбектерінің ерең үлгісін көрсетіп, түрлі марапат иелері атанды. Еңбек даңқы, Ұлы Отан соғысы 1945-2010, Отан соғысы 1945-2015, Ленин, еңбек ардагері, тыл ардагері орден, медальдарымен марапаттаулары соның айғағы. Ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп деген қағиданы ұстана отырып, ағайын тумамен етене араласты. Ешкімнен қол көмегін аянған емес. Ағайынмен тек жиын тойларда емес, жиі-жиі бас қосып, туыстық қарым-қатынасты берік ұстанған жандар еді. Анамыз да абысындармен тату тәтті қарым-қатынаста болып, бір-бірімен сыйластықта өмір кешті. Балаға жақсы әкенің тәрбиесі 100 жылға азық болады дегендей, ата-анамыздың арқасында қалған жылы сөз, өнегелі істер мәңгі жадымызда сақталмақ. Әке, ана, сіздер еді үйіміздің қорғаны, отбасының айнымайтын зор бағы. Ортамыздан жылдар өтті кеткелі, сіздерді жоқтап, жанарға жас толғалы.
Әке ана мейірімге бай еді. Жарық берер түнімізде ай еді. Алға қарай жетелейтін ұрпағын, үлгі болар отбасына сай еді. Абыройлары асқақ еді беделді, көп еді бізге берері мен бергені, сүрінгенге сүйеу болып әрқашан құлағанның қолтығынан демеді. Біз де сейдік, ата әже атандық, немере мен жиендерің бізден келіп баталды. Ұрпақтарың көбеюде санымен өсіп келеді абыроймен қатары. Әке ана кетсе де бізден жырақтап, жүрегімізде мәңгі қалар тұрақтап. Алладан тек сұрарымыз бір тілек, нәсіп етсін әке аға жұмақ бақ. Еске аламыз сіздерді біз сағынып, берілген тағдырға бұл бағынып, мейірімді 100 жылы атана боп, жадымызда қаласыздар жаңғырып. Өшпейді сіздер жаққан шырақтарың, тоқтамайды сусындаған бұлақтарың, ұрпақтарың жалғайды күндеріңді, өшірмейді ешқашан іздеріңді. Жарық болсын жатқан қара жерлеріңіз, жұмақ болып паналайтын төрлеріңіз, дұға етеміз еске алып сіздерді, жүректе мәңгі қалар жүздеріңіз. Сағына еске алушылар, бала келіндері, қыз күйеу балалары, немере жиендері.